Достар, қайырлы кеш. Бұл Лаура Ньюс каналы. Баршаңызға сәлем. Бүгін тағы да өзімнің ерекше жақсы көретін сарапшым, экономист Сапарбай Жолбаев мырза қонақта. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Сізге бүгін бір сұрақ қойғым келіп тұр. Бұл өзіңіз айтпақшы таза экономикалық сұрақ. Біздің елде президентімізге бір тәжіктік көрсеткені қатты есімізде қалды, иә? Бір ұмытып қалдым қай кездесу екенін, бірақ бір кездесуде тәжікті көрсетті, бір жасыл тәжік. Еліңіз тәжіктен басқа не өндіреді аға? Қазақстан өндіретін нәрсесі өте көп. Енді анандай бір тізім бар, номенклатура дейіледі. Ода бір өндіретін нәрселердің былай жай ғана айтатын болсаң, бір 20 мың, 50 мың түрлі нәрселер өндіреміз. Соның бір көрінетін нәрсесі 2 мыңға жуық нәрсені біз шетелге экспорттаймыз. Қазақстан. Енді әрине мақтанышпен айтатындары бар. Кейбір жағдайда біз көп нәрсені импорттаймыз. Осы мәселе жаңағы сен айтқандай біз тәжіктен басқа не өндіреміз деген кейбір журналистердің бір несіне айланды да, бір әңгімесіне айналды, адамдарды қызықтырды. Ал егерде расында айтатын болсақ, расында Қазақстанның бүгінгі күндегі өздері өндіріп, мынау Жапония сияқты, Германия сияқты мемлекеттерден біз өнеге алуымыз керек қой. Сол сияқты мақтанатын нәрсесі өте аз, өкінішті. Неге? Бұған бір 2-3 себеп бар. Біріншісі, біздің жер асты байлығымыз өте үлкен. Мұнайымыз бар, көміріміз бар, газымыз да бар, металдардың неше түрлі бар. Сол байлық тұрған кезде бір басыңды қатырып, әсіресе біздің биліктегі лауазымдағы адамдар басын қатырып, осы бір нәрсені өндірейік, осы экономикамызды дамытайық дегеннен гөрі жаңағы жер асты байлығын тезірек сатып, содан табыс тауып, халықтың да, бюджеттің да, өзінің де қалтасын толтыруға біздің биліктегі лауазымдағы адамдар келеді. Әрине, ауызша сөзбен тұрау сонау 91 жылы егемендікке шықтық, 92 жылы халықаралық валюта қорына біз мүше болдық, олардың талаптарын орындадық, әлем банкі группасында талаптарын орындадық. Басында олар бізге экономикалық жаңағы жоспарлы экономикадан нарықтық экономикаға өтуге жәрдем берді. Сол кезде біз мынау жер асты байлықтарына оншалық көңіл бөлмейік, өндірісті дамытайық деп ауызша айта бердік те, бәзі ұран болып қала берді, өкінішті. Себебі бұл, мен және қайтарып айтамын, жаңағы тегін келіп тұрған байлық кезінде ананы ойламайсың. Қиналып отырмайсың да. Мұнайды саттық та, ақшаң жаңа ұлттық қорға ақша жинадық, зейнетақы қорына ақша жинаймыз, бюджетке ақша жинаймыз, басымызды қатырып не қыламыз дегендей болды. Кейбір біздің биліктегі бір жемқор топ бар дейміз ғой, енді олигархтардың бір ішінде бар ғой бәрібір, оны біз жасырып отыруымыздың қажеті жоқ. Себебі біз жемқорлық бойынша дүниежүзінде 93-ші орында, яғни жемқор мемлекеттердің қатарындамыз. Сол біздің билік өнеге көрсетіп, жаңағы шикізат сатумен, содан өте байлық арттырумен шұғылданды. Соны көрген халқымыздың басқа да топтары, мәселен көбірек мүмкін өндіріске, жаңағы даму фондымен кәсіпкерлікке әрекет жасап жүргендерді бар шығар. Әсіресе ауылда жаңағы егістік өнімдерді қазір жақсы өндіріп жатырмыз, фермерлер мал өнімдерін көбейтіп жатырмыз. Солардың орнына біз жаңағы шикізатпен қалтамыз толтыруға үйреніп қалдық. Енді бірақ мен айтар едім, осы біздің Қазақстанның экономикасы, яғни дайын өнімдер өндіру, мынау кеңес дәуірінде де бізде өте үлкен көлемде еді. Мәселен, Қазақстанда ауыл шаруашылық машина жасауы өте жақсы дамыған еді. Бізде комбайндар шығарушы едік, жаңағы сейілка дейміз ба, трактор, темірмен жүретін тракторларды шығарушы едік. Павлодарда, Алматыдағы өте үлкен ауыр машина жасау заводымыз бар еді, Шымкентте пресс автоматтарымыз бар еді. Бізде Алматыда станок, металл кесетін станоктар шығаратын заводтарымыз бар еді, Серго-Орджоникидзе деген. Бұл өте жаңағы жоғары технологияны талап ететін өндірістер болған. Соның барлығын жоғалтып алдық. Біз нарықтық заманға өткеннен кейін біз ойладық, нарықтың өзі
сол өндірісті келтіреді ау деп. Бірақ мен жаңағыда айтқандай, біздің жер асты байлықтарымызға сенген біздің билік жаңағы нарықтан келетін нәрселердің бәрін бекітіп қойды, жолын ашпады. Соған әрекет жасаған кездерінде көп жағдайда мынандай бір қызық нәрсе бар. Жаңағы егерде инвестиция жасасаң жер асты байлығына, сен оны өндіресің де, мұнайды, жаңағы металлды өндіресің де, соны сатып жібересің Қытайға, Ресейге, Европаға, сөйтіп ақша бірден түсе береді. Ал егерде өндірісті істейтін болсаң, сен ақшаны бір жыл жаңағы өндіріс заводын, фабриканы құруың керек, екінші жылы оған қондырғыларды қоюың керек, үшінші жылы оны жаңағы сатуың керек. Сол кезде жаңағы қойған инвестиция ақшаңда қайтпай қалуы мүмкін. Себебі өзгеріп кетеді нәрселер. Сондықтан оған инвестиция салатын өзіміздің ішкі инвестиция да, сыртқы инвестиция өте аз болды. Енді жаңағы мен айтқандай, сол теңіз дәуіріндегі өте үлкен біздің әлеуетіміз болды, жаңағы машина жасау, металлургия, басқалардан да. Соның қалдықтары бүгінгі күнде азғантай да болса өзін әлі әрекет етіп жатыр. Мәселен, былай айтайық, біздің мынау металлургия саласында ауыз толтырып айтатын шетелдерге экспорттық жасап жатқан өте көп өнімдеріміз бар. Мәселен, жаңағы рельстер жасаймыз. Бізде металл көп қой. Қарағанды металлургия заводында өндірген жаңағы металл өнімдерін біз шетелдерге экспорттаймыз. Өте көп. Біз өндіреміз. Бұл дайын өнім. Тағы не өндіреміз? Енді мен қазір сол металлургиядан бастайын да, қазір өтемін. Сол мәселен біздің Өскеменнен шығатын титан деген металдың түрі бар. Содан жасалынған бір профильдер дейміз, енді орыс тілінде да. Сол Боинг заводына бізге береміз. Американың Сиэтлде шығатын Боинг бар ғой, солар бізден осы металдарды алады. Аэробустар да металдар алады. Бұл өте әрине біз Ресеймен біргелікте сол шетелдік жаңағы авиация, космосқа шығатындарға берер едік. Қазір Ресейдің санкциясы болғаннан кейін Қазақстанның сол металдарына сұраныс көбейді. Яғни біз жаңағы шикізат ретінде емес, дайын өнім ретінде өте үлкен көп металлургиялық өнімдерді шығарып жатырмыз. Бізде химиялық өндірісіміз өте жақсы дамыған. Біз мынау химиялық өндірісте енді әрине импортымыз да бар, ал көп жағдайда мынау ауыл шаруашылығына керекті жаңағы гербицид дейді, басқа да өнімдер, селитра дейді ғой, сондайларды да шығарып, полиэтиленді шығарып, оларды да біз экспорттай жасаймыз. Кейін енді машина жасауға келейік. Біз қазір мына электровоздарды сыртқа шығарып жатырмыз, автомобильдерді өндіріп, кезінде бір 50 мың еді, осыдан 5-6 жыл қазір 150 мыңға шығардық, және 70 мыңдық автомобиль заводын құрып жатырмыз. 220 мың автомобиль шығаратын болсақ, біз оны мынау тәуелсіз мемлекеттер достастығына автомобильдер экспорт жасаймыз. Яғни қараңыздар, біз рельстерді экспорт жасаймыз, вагондарды өндіріп экспорт жасаймыз, электровоздарды Америкамен қосылып қазір мына және оны кеңейтуге өте жақсы біз General Electric деген өндіріспен Америкамен осы бір 5-6 жылдан бері жұмыс істеп, біз электровоздар шығарып жатырмыз. Енді соны қазір кеңейтіп, және экспорттаймыз, автомобильдерді экспорттаймыз. Ауыл шаруашылық техникасын, яғни комбайндарды, жаңағы сейілкі, дәнегетін, жер жыртатын техниканы да біз өндіріп жатырмыз. Олар Қазақстанда бар. Енді қараңыздар, осы машина жасаудан кейін енді мен жаңа 2000-ға жуық нәрсені біз экспорттаймыз деді ғой. Солардың ішінде қару-жарақ та бар. Себебі енді бұл жаңа кеңес дәуіріндегі қалған өндірістерді біз Ресеймен бірлескен кәсіпорындар құрып, мәселен мына солтүстік өңірдегі Петропавловск, Оралда осы қару-жарақтарды шығарып, сыртқа экспорттайтын мүмкіндіктеріміз бар. Ал енді кейбір кездерде біз мынандай алдымызға мақсат қоямыз. Импорттың орнын ауыстыру деген. Яғни біз мәселен жаңағы әскерлерімізге БМП деген машина бар ғой, жаңағы солдаттар таситыны. Соны бұрын импорттайтын болсақ, қазір Семейден соны шығарып, өзіміз шығарып, Арлан деген жаңағы
көлікті, әскери көлікті. Оны өзіміз Семейден шығарып, өзіміз осы жаңағы импорттың орнын басып жатырмыз. Міне біздің былай ауыз толтырып айтатын жеңістіктеріміз бар. Енді мен ауыл шаруашылық өнімдері бойынша айтатын болсам, бұлар біздің жетістігіміз одан да үлкен. Неге? Себебі мынау кеңес дәуірінің соңғы жылдары біз бидайды да шетелден алатын кезіміз болған. Совет дәуірінде Қазақстанның өзі бидайды, астықты шетелден импорттаушы еді, өзімізге жетпеуші еді. Енді ол мынау кеңес дәуірінің өте бір тиімсіздік саясатынан әрекет еді, нәтижесі еді. Соны қазір енді біз өндірілген бидайдың бір 60-70%-ын сыртқа экспорттаймыз. Un өнімдерін сыртқа экспорттаймыз. Кезінде Турция бірінші орында еді, біз де сол бірінші, екінші орында тұрып, кей вақтарда олар бірінші орында шығады, кей вақтарда біз шығамыз ұн мәселесінде. Ұнды экспорттаймыз. Сол ұн өнімдерін сыртқа экспорттаймыз. Қазір майлы дақылдарды өндіріп, май, яғни өсімдік майын сыртқа экспорттау мәселесін біз өте үлкен шешіп жатырмыз, экспорттап жатырмыз. Өте түсімдеріміз де жақсы. Енді біздегі мүмкіндіктеріміз мынау әсіресе орталық Азиядағы, оңтүстік Азиядағы Иран, Пакистан, Бангладеш сияқты мемлекеттерде, араб мемлекеттерінде ет, бидайға сұраныс өте үлкен. Әсіресе араб мемлекеттері. Себебі олар анау европалық ет өнімдерінен гөрі, себебі оларда сәл жаңағы шариат заңы бойынша жаңағы халал ет деген түсінік бар ғой. Біз соны тек қана біз бере аламыз. Бізден басқа мемлекет жоқ дүние жүзінде. Себебі Канадада христиан мемлекет, Америкада христиан мемлекет, Европа христиан мемлекеті, Монголия, Будда, жаңағы Қытай шошқаның етін пайдаланады ғой. Ал тек қана біз мұсылман мемлекетіміз, сонда мұсылман мемлекеттердің бәріне етті экспорттайтын біз боламыз. Себебі оларда құм, шөл, оларда етті өндіру өте қиын. Ал біз еркін осыны көбейтіп, соларға жеткізіп беру мәселесі біздің мойнымызда. Міне осы мен қазірше айттым, жаңағы металлургияны, химияны, энергетика мәселесінде, машина жасау, ауыл шаруашылық өнімдерінде. Енді біздің қай жерде кемістіктеріміз бар? Біз мынау жеңіл өнеркәсіпте өте кенже қалдық. Енді бұған мынандай себеп бар. Қазақта айтады ғой, теңіздің, өзеннің жағасынан құдық қазба дейді. Яғни біздің жанымызда Қытай, Индия, Турция, Оңтүстік Корея сияқты өте үлкен жеңіл өнеркәсіп өндіретін өзендер бар. Олармен біздің бәсекеге келуіміз өте қиын. Не істеу керек? Олармен бірге сол Қытайда көкірегінен итерместен, түріктің инвесторларын көкірегінен итерместен, оларды шақырып, олармен бірге бірлескен кәсіпорындар құрып, өзіміздегі шикізатымыз көп қой. Терібіміз бар, мақтамыз да бар, жүніміз бар, кенеп өндіре аламыз. Сондықтан біз жеңіл өнеркәсіпті дамытуымыз керек. Әрине біздің үкімет еш нәрсе істемей жатыр деп айта алмаймын. Бағана басында біраз сынға алғаныммен, қазір осы жеңіл өнеркәсіптің әсіресе мынау әскерлерге, қауіпсіздік қызметтеріне, мектеп формаларын бәрін қазақстандық жаңағы текстиль өнеркәсібімен қамтамасыз етіп отыр. Яғни көп өнім шығаратын, оны қолға алса болады. Ал енді мынау жеке адамдардың өнімі әрине өте қиын. Бір себебі Қазақстанда сол өнімдерді өндіруге өздері әрекет жасады. Жаңағы аяқ киім, теріні өңдеп. Оның өзіндік құны өте қымбат болып кетті. Сондықтан біз мына Қытаймен, Индиямен, Түркия мемлекеттерімен бірлескен кәсіпорындарды өткізуіміз керек. Жаңағы жасыл тазикті кім шығарып тұрды? Енді ол жасыл тарик хабарым бар, ол мынау пластмассада істелінетін өнім. Енді ол да жақсы өнім. Мәселен біз кезінде Совет дәуірінің соңғы жылдарында Өзбекстанда Соплас Итал деген өте үлкен өндіріс ашылғанда, сол бүтін Орта Азияны қамтамасыз етуші. Ол кезде енді жоспар сондай еді ғой. Сөйтіп, сол тазиктерді де біз Өзбекстаннан импорттаушы едік. А енді қазір біздің өзіміздегі мынау өте көп өнімдер бар. Біз меніңше Швеция мемлекеті болса керек, жаңағы сондай пластмассадан өндірілетін өнімдер. Ол соны қазір өндіріп, өзімізді өзіміз қамтамасыз етіп жатырмыз.
Кім өндіреді оны? Нақты қай қалада өндіреді? Оны мынау Швециямен бірге компания бар, аты Этера ма? Этера, мен қазір ұмытып тұрмын. Біздің елде? Иә, біздің елде сол бірлескен кәсіпорын. Президентке көрсеткен Қарағанды ма, қателеспесем қай қала екенін? Көп оның өндіретін жерлері. Жаңағы стулдарды өндіреді, пластмассадан жасалған тақта дейміз ғой, отыратын орындық, сол отыратын орындық, мына столдарды істейді, басқа да жаңағы гүлдердің несін істейді, отырғызатын ыдыстарды істейді, шелектерді істейді, сол сияқты жаңағы шараны да солар істейді. Пластмассалы өнімдер көп қой адамдарға керек. Мәселен, дүкенге барсаң, ол толып тұр. Сондықтан сол ондай өнімдерді сол көрсеткен. Ол меніңше одан бір ұятты нәрсе жоқ. Ондай өнімдерді қаншалықты жай өнімдерді өндіретін болсақ та, меніңше біз енді тамақ өнеркәсібіне мен оншалықты көңіл бөлмедім. Себебі бізде тамақ өнеркәсібінің 80%-ын Қазақстанның өзі өндіреді. Бұл тамақ қауіпсіздігін толық қамтамасыз етеді. Яғни бізде енді кейбіреулер айтады, дүкенге барсаң жаңағы Ресейдің, Белорусияның нәрселері тола тұрады ғой, неге біздің Қазақстанның өнімдері аз болады дейді. Ол мынау сауда маркетинг деген нәрсе өте қызық. Егер де ол жаңағы Ресейдің дүкені болса, Белорусияның дүкені болса, олар қызығады ғой өздерінің өнімдерін бізге сатуға. Әрине ол Белорусияның өнімдері көбірек болады, сүт өнімдері көбірек болады. Кейін мынау бір кезеңде осыдан 3-4 жыл алдын Ресейдің рублінің сатып алу қабілеті төмендеді де, олардың өндірген товарлары бізден гөрі арзан болып кетті. Біздің өзіміздің адамдар сол Ресейдің товарларын алуға қызықты. Ал қазір ол жайына келді. Қазір күнде Ресейдің рублі күшейді де, бір доллар қазір бір 81 рубль. Кезінде 120-ға дейін түсіп кеткен еді. Сол 120 болғанда олардың нәрселері арзан болды да, біз оны сатып алу керек. Ал қазір Ресейдің товарлары қымбат болып тұр, Қазақстанның өнімдерін, тамақ өнеркәсібін біз өзіміз алып жатырмыз. Ассортимент үшін әрине дүкендер ол жаңағы Белорусияның, Қырғызстанның, Ресейдің товарларын қояды. Мүмкін оны мәселен сүт өнімдерін айтайық, көп қолданамыз ғой. Біздікі 7 күндік уақытында қолданатын сүт, бұл ең таза сүт деп есептелінеді. Оған қосымша нәрселер қосылмайды. Ал енді анау тетрапак дейді, ондай коробкалы құтыдағы сүттер, олар 1 ай, 2 ай, 3 айға болады. Оларға бір керек емес нәрселерді қосады біздің ол үшін. Мен оларға енді тамақ өнеркәсібінде көп істегенмін, онда кеңес бермесем. Сондықтан өзіміздің өнімдерді қолданамыз. Бұл Али ибн Сина да айтқан, егер де сау болғың келсе, сол өзіңнің тұрған жеріңдегі өнген өнім, жеміс, тамақты жеуің керек. Енді аға, мынандай сұрақ, мысалы, біз алтынды көбінесе ресейлік алтынды таңдаймыз, иә? Ал киімге келгенде Түркиядан әкеліп, мына жерде 2-3 баға қосып сатып тұрады, иә? Бірақ Түркияда Made in Turkey деген несі бар. Түркияда жасалған деген жазылып тұрады киімнің барлығында. Ол жаққа барсаң, сен әлдеқайда оны төмен бағада аласың. Ал мына жақта оны қымбат бағаға аласың. Бірақ менің сұрағым келіп тұрғаны, біздің Қазақстанда мысалы Made in Қазақстан деген киімдер шығып жатады, бірақ олар өте қымбат болады, мысалы дизайнерлік заттар. Әрі біздің президенттің аяғында бір аяқ киім болды, қателеспесем, қазақстандық аяқ киім шебері жасаған. Осындайлар бізде азғанақ, иә? Жаңа өзіңіз айтпақшы, өз бағасын жақтамағандықтан қиналып тұрмыз да қазір. Неге ол қиын? Айттым ғой, олардың өзіндік құны өте жоғары болып кетеді. Себебі неге? Оған қолдау керек па сонда мемлекет тарапынан? Неге ол баға жоғары болып тұр? Әрине мемлекеттік қолдау, енді субсидия бере берсең, біздің кейбір олигархтар соған үйреніп қалады да, қызықпайды. Сол қымбат болып тұра берсін, өкімет бізге жәрдем береді деп тұрады. Сондықтан бізге өзіміздің кәсіпкерлерге, бағанағы мен айтқандай, Қытаймен, сол Индиямен, Түркиямен бірлескен кәсіпорын құрып, соларды өндіруге ынталандыру керек. Соларға салықтық жеңілдіктер беру керек. Сонда ғана біздегі өнім дамиды. Сонда субсидия берген сайын жемқорлық тәуекелдік те көбейеді, иә? Бізде енді бағана айттым ғой, жемқор болған екен, субсидия деген нәрседе жемқорлық көбейеді де, қайта одан бетер болып кетеді. Ал мына ойыншықтарды, балалардың ойыншықтарын киім демей ақ қойып, балалардың ойыншықтарын біз қай елден аламыз аға? Негізі Қытайдан аламыз ғой, өкінішті.
өзіміз өндіре алмаймыз, ол қымбат бола ма? Енді оны да өндірсе болады, сол бірлескен кәсіпорынмен өндіру керек. Неге? Себебі Қытай енді 1,4 миллиард халқы бар. Одағы өндіріс өте тиімді. Жаңағы балдарға бір ойыншықтың түрлі түрлерін шығарып тастайсың да, оны миллиондап шығарасың. Ол өте тиімді болады. Ал Қазақстанда миллиондап шығарсаң қайыр сатасың. Соны өткізе алмай қаламыз. Сондықтан біз оны сол ойыншық мәселесінде де негізгі мынау кейбір кездерде меніңше бір қазақстандық кәсіпкерлерде Қазақстанның имиджі сияқты ойыншықтарды шығаруға әрекет жасады ғой, ұлттық өнер. Қазір кезде мынау ұлттық киімдерді жақсы шығарып жатыр. Сол ұлттық ойыншықтарды шығаруға көңіл бөлсе болады. Мен ойлаймын, бұдан біраз жетістіктерге жетеміз. Әрине тола бәрін ауыстырамыз деп ол қиын. Ал дәрі-дәрмек біз қайдан алып отырмыз? Дәрі-дәрмек енді бұл өте күрделі әңгіме. Себебі бұл халықтың денсаулығы ойыншық емес, киім емес, дәрі-дәрмектің. Бүгінгі күнде дәрі-дәрмекте екі көрсеткіш бар. Жаңағы түрлері бойынша біз бір 30% өзімізде шығарамыз. Ал енді жалпы саны көлемі бойынша бір 45-50%-ға дейін қазір біз Қазақстанның өзінде шығаратын болып қалдық. Себебі анау арзанырақ көбірек тоқтатын дәрілер көбірек шығады, оның көлемі үлкен. Ал енді ассортиментке келген кезде әрине біз мынау Ресей, Европалық мемлекеттерден аламыз. Әрине бізде фармацевтикаға өте үлкен көңіл бөлді. Соңғы жылдары мүмкіндіктеріміз өте үлкен. Біздің табиғи жетістіктеріміз, табиғи шөптеріміз өте көп. Сондықтан мен ойлаймын, бұл фармацевтикада біз біраз, мен ойлаймын, бір 40-50-60%-ға жеткізсек, мәре біздікі болады. 100% өндіреміз деп әрекет жасамау керек, тыраштанбау керек. Ол өте ғылыми, өте үлкен бір ізденістерді талап етеді. Өте үлкен инвестицияны талап етеді. Мына Индия жаңа 1,5 миллиард халқы бар ғой, соның өзі өте көп дәрілерді дженериктеп, яғни екінші, үшінші кезекте жұмыс істейді. Европада шыққаннан кейін олар 1-2 жыл істеп пайдасын тапқаннан кейін сол Индияға береді технологиясын. Индия оны жаңағы сол дәрілерді солардың өнегесімен, үлгісімен шығарады. Тамаша. Өте қатты бір ақсап тұрмыз, өте бір нашар дамып жатырмыз десек қате болатын шығар, иә, жалпы осы тұрғыдан? Қазақстан бүгінгі күнде, мен ашық айтамын, тыңдаушыларымызға түсініп алсын, тәуелсіз мемлекеттер достастығы ішінде біздің экономикамыз бірінші, екінші орында еді. Қазір бірінші орынға шықтық. Тәуелсіз мемлекеттер достастығы ішінде, 12 мемлекеттің ішінде. Әрине анау Украина мен Грузия екеуі шығып кетті дейді, бірақ әлі шыққаны да белгісіз, бір жағынан бар. Бұл мемлекеттер Белоруссия, Ресей, Молдавия, Закавказьядағы 3 республика, кейін Орталық Азиядағы 5 республика. 12 мемлекет. Соның ішінде біз экономикадан бірінші орындамыз. Яғни жалпы ішкі өнімнің жан басына шаққандағы көрсеткішіміз $14,7 мың. Оның ішінде Түркия жоқ, иә? Жоқ, ол тәуелсіз мемлекетке кірмейді ғой, біздің байырғы совет. Ал енді мәселен біздің бауырлас мемлекеттерді айтайық, енді өзіміздің, мәселен Өзбекстанда бір $3,5 мың, бізде 14,5. Қырғыз бауырларымызда $2,5 мың, бізде жаңа 14, бізден бір 5-6 есе сәл нашарлау. Енді оларда Растанда жер асты байлығы аз, өндірістері де өте аз. Енді мен ойлаймын, қазір мынау түрік мемлекеттер достастығы құрылды, түрік мемлекеттердің ұйымы құрылды. Сонымен біз ол мемлекеттерді де өзіміздің қатарымызға тартуымыз керек. Сонда біздің өнімдерімізді олар сатып алуға мүмкіндіктері болады. Кейбіреулер айтады ғой, ой, Өзбекстан қазір дамып жатыр екен, ертең бізді қуып жетіп алады, үйтеді, бүйтеді дейді. Біз қайтаға сөйтіп оны жаңағы бәсекелес болмастан, қайтаға әріптес болуға әрекет жасауымыз керек. Сонда біз мысалы қазір олигархтарды айтпағанда, жалпы орта класс бар ғой, средний класс деп айтамыз, бизнеспен айналысқысы келетін жандарға субсидия бермесек, олар еліміздегі бизнесті, жалпы осындай киім өндіруді, өз атынан дизайнерлік заттарды шығаруды қалай жасау керек? Оларға мүмкіндік жарату керек. Гранттар беру ма? Гранттар беру керек. Алдыңғы кезде жаңа инвестиция салатын болса, сол инвестициясын салықты азырақ түсету керек.
мемлекеттік жәрдем беретін үлкен бағдарламалар бар. Біздің әрбір министрлікте осындай үлкен бір бағдарламалар бар. Мәселен, сауда министрлігі, өнеркәсіп министрлігі, жеңіл өнеркәсіп комитеті бар ғой. Солар өте үлкен бағдарламалар бойынша соларға жәрдем береді. Сол нәрселерді сол өндіретін адамдарға жеткізу мәселесі бізде сәл ақсап тұр. Соны өндіретін кезде бөлінеді де, ал біздегі жаңағы министрліктегілер, әкімдіктер өздерінің жаңағы туыстарына, таныс білістеріне бөліп жібереді де, олар ертең өндірмегеннің өзінде жаңа ақшаны ешкім сұрамай қояды. Жемқорлық риски өкінішті сол бар. Оны енді содан ол үшін біз мен енді өте көп айтамын, мына негізгі квазимемлекеттік кәсіпорындарды тезірек жекешелендіру керек, жерді диқан фермерлерге жекешелендіріп беру керек, еркіндікті, бәсекелестікті арттыру керек. Сонда жаңағы гранттарды беретіндер министрлікте сол жерлерде жұмыс істеп отырса, өз таныстарына бөліп береді. Комиссия мүшелері тағы да тыс қалып отыр, иә? Иә, өте бұл нәрсе көп. Бұны қалай бақылауға болады жалпы? Мысалы, әділетті түрде өтсін, конкурс болсын. Оны бақылайтын бізде органдарды түсе береді, ол органдардың өзі одан бетер жемқорлық көбейтеді. Иә. Өте қиын нәрсе, иә. Оны істеу үшін, оны мына нарықтық заңына өтетін болсақ, яғни барлығына жағдай жаратып, тең жаңағы жағдай жарататын болсақ, сонда ғана біз жаңағы шағын және орта бизнесті, жаңа сен айтқан өндірістерді дамытамыз. Тамаша. Ендеше барлық жемқорлық тәуекел дейді ғой, рисктердің алдын алу үшін кез келген жемқорлықты көрдік па? Белгілі бір, мысалы, жақында былтырлар ғой деймін, қателеспесем, жемқорлыққа қарсы сыбайлас агенттік сондай бір номерге хабарласыңыздар деген акция жасады, иә. Сондай нәрселерді, шараларды қатаңдата түсу керек сияқты менің ойымша. Енді бүгінгі тұшымды жауаптарыңызға көп рахмет. Халқымызға да айтарым, егер осы тақырыпқа байланысты сұрақтарыңыз болса, комментарийға жаза кетіріңіздер, лайк қойыңыздар, пікір жазыңыздар. Кез келген пікірді оқимыз, иә, жауап беруге дайынбыз. Пікірлеріңізді сіздер біліп, біз білмеген дүниелер болатын болса, оны да жаза кетіңіздер, иә. Біз қарсы емеспіз. Мүмкін араларыңызда керемет бір сарапшылар да бар шығар, иә. Маған сұхбатқа келем деушілер де бар шығар мүмкін. Ендеше Лаура Ньюс каналына тіркеліңіз. Мен өткенде бір сізге айтып едім ғой, өте кереметті комментарий жазғандарға, тіркелгендерге өзім оқыған менде кітап көп, соларды сыйлаймын деп, соны бастауым керек. Өте дұрыс, жақсы. Ынталандыру керек адамдарды. Иә, ынталандыру мақсатымен, өйткені біз бұл жұмыс абсолютно волонтерлік жұмыс, біз өзіміз елге білім беру көзін ашу мақсатында сізбен ылғи сұхбат жасап жүрміз, иә. Сондықтан достар, тіркеліңіздер, сізге келгеніңізге көп рахмет айтамын. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.